Жылжымайтын мүлікті тіркеу, жер телімінің құжатын реттеу секілді мәселелер әркез өзекті. Міне осыны әділет саласының мамандары Қосшыңырау елді мекен тұрғындарына түсіндірме жұмыстарын жүргізді, талап тілегін тыңдады. Құрамында заңгер, жер қатынастары бөлімінің қызметкері мен өзге де сала мамандары топтасқан көшпелі кеңес отырысы Қосшыңырау ауылында өтті. Бұл тұрғыда мәселе баршылық, халық пен билік арасындағы байланысты нығайтып, мемлекеттік құрылымдар қызметіне қоғамдық бақылауды күшейтуді көздеген тарап алдымен тұрғындардың талап арызын тыңдады. Басқарма өкілдері тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру үшін мұндай кездесулерді өзге де ауылдарда ұйымдастырмақ ниетте. Бүгін Қосшыңырау ауылында өткізіп жатсақ, ай сайын барлық ауылдарда өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Негізгі мақсатымыз жалғыз өзіміз осы әділет органдарының қызметкерлері ғана емес, оның ішінде жерге қатысты жер, архитектура, ахат, жер кадастр мекемелерінен де өзімізбен бірге адамдарды, специалист мамандарын алып келдік. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Халықтың өзі ойында жүрген сұрақтарына жауап алып қанағаттанды.